Сәлем баршаңызға достар, бүгін сіздерге өте дәмді осындай шоколадты пирогтарды жасауды үйрететін боламын. Керемет дәмді болып шығады және воздушный жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз және де бұл 3 жұмыртқаның үстіне қантты қосып, жақсылап миксермен аппақ болып көпіргенше шайқап аламыз. Осылай шайқап аламыз. Аппақ болып көпіргеннен соң үстіне сұйық майды құятын боламыз. Және де барлығын жақсылап миксермен тағы да шайқап аламыз. Осылай жақсылап шайқап алғаннан соң судың үстіне какаоны қосып, араластырып, және оны жаңаға массамызға құятын боламыз, және миксермен жақсылап шайқаймыз. Және де достар, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ұнның үстіне разрешитель және какао қостым. Барлығын иліктен өткізіп, жаңағы массаның үстіне 2-3-4 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Және де достар, қамырды лопаткамен араластырамыз, миксермен араластырмаймыз. Қамыр дайын болған соң оны осындай формаға салатын боламыз және оны пісіріп аламыз. Достар, осылай пісіп шыққаннан соң мен үстін ағаш таяқшамен кесіп, осылай сүтті құйдым. Барлық жеріне құюымыз қажет. Сол кезде влажный, керемет болып, пирог әдемі болып шығады. Және өстіп кішкене ғана сахарная пудра, яғни қант ұнтағын септім. Формадан және босаттым. Ыстық күйінде босатпаған жөн, және де осылай формадан босатқан соң оны кесіп, суыған соң жей берсеңіздер болады. Достар, осымен біздің пирог дайын болды. Өте дәмді және керемет, түрі де әдемі болып шықты. Сондықтан видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Пирогты дайындауға кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.